Бүгін Астанаға мемлекеттік сапармен Эстония президенті Алар Карис келетінін айттық. Ақордада жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді. Оның барысында ынтымақтастықты дамыту перспективалары сөз болады. Екі ел арасындағы қарым-қатынас жайын сарапшымен талқылаймыз. Студияда қонақта саяси сарапшы Жандар Асан. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Рахмет. Енді жаңа әріптестеріміз дайындаған материалдан екі елдің арасындағы алыс-беріс жайын сөз еттік. Енді болашақта қос мемлекеттің арасындағы сауда-экономикалық байланысты дамыту үшін қандай шаралар қолға алынады деп ойлайсыз? Сауалыңызға рахмет. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан еліміз сыртқы саясатта көп векторлы саясатты басты ұстаным ретінде өзіне басты бағдар етіп келе жатыр. Біз мынау дамушы мемлекет ретінде әлемнің алпауыттарымен де, орта державалармен де, жалпы өзге де осы мемлекеттермен тығыз қарым-қатынаста ынтымақтастығымызды одан әрмен арттырып келе жатырмыз. Бұл біз үшін, дамушы мемлекет үшін өте үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Біз мынау ақш пен Еуропалық одақ елдерімен, Ресеймен, Қытаймен жалпы осы сыртқы саясаттағы ұстанымымыз өзара әріптестік және де достық рәуіштегі қарым-қатынастарға негізделген. Жалпы Еуропалық одақ мемлекеттерінің ішіндегі Эстония біздің еліміз үшін үлкен маңызға ие мемлекеттердің бірі. 1992 жылы басталған дипломатиялық қарым-қатынастарымыз осы жылдар арасында үлкен жаңағы терең өзінің тамырын тереңге жайып, көптеген осы сауда айналым болсын, экономикалық байланыстар болсын, мына инвестициялық байланыстарда көптеген жобалардың жүзеге асуына түрткі болды. Қазіргі таңда Эстония шағын мемлекет болғанымен Еуропалық одақ елдер арасында үлкен жаңағы маңызы жағынан көптеген цифрландыру мәселесінде, ауыл шаруашылық мәселесінде, сонымен қатар мынау транзиттік рөлінде үлкен мүмкіндіктерге ие мемлекет. Осы тұрғыдан алып қараған кезде біз үшін Эстонияның маңызы үлкен. Қазіргі таңда Қазақстан мен Эстон қарым-қатынастары негізінен ауыл шаруашылығы бағытында, сонымен қатар мынау көлік логистикалық бағытта үлкен жаңағы дамып отыр. Әсіресе ауыл шаруашылық саласында атап кететін болсақ, Эстония біздің мынау қазақ бидайын осы Еуропалық одақ елдеріне тасымалдауда үлкен логистикалық хабқа айналып отыр. Себебі біз Эстония арқылы өзіміздің бидайымызды, өзіміздің жаңағы ауыл шаруашылық өнімдерін осы әлемдік нарыққа шығарудың бірден бір жолы. Бұдан бөлек осы Эстония мен Қазақстан арасындағы негізгі бір қызығушылық мынау экономикалық бағытта негізделген. Әсіресе мынау біздің сауда айналымдар былтырғы жылдың көрсеткіші бойынша 71,7 миллион ақш долларын құрайды. Бұл үлкен сома. Әсіресе соның ішінде мынау жоғары білім беру саласында және де мынау эстониялық инвестицияның біздің елімізге ағылуына да осы қаражат көлемі үлкен мүмкіндіктерге. Осы қарым-қатынастар негізгі Қазақ-Эстон қарым-қатынасындардан негізгі рөл атқарады. Екі ел арасындағы дипломатиялық қатынас 1992 жылы орнаған. Жаңа әріптестерім айтып жатыр, Эстония цифрлық жағынан өте жақсы дамыған деп. Цифрлық, енді осы тұрғыда сұрақ, екі ел арасында осы салада ынтымақтастық бар ма? Осыған тоқталып өтсеңіз. Өзіңіз білесіз, жалпы мемлекет басшысы биылғы жылғы жолдауында цифрландыру, жасанды интеллект мәселесінің біздің мемлекетіміздің үлкен бір даму бағытына айналып отыр. Қазақстан осы жақын таяу арада барлық салалары цифрланған, жасанды интеллект толыққанды дамыған мемлекетке айналуды көздеп отыр. Бұл тұрғыда Эстония мен Қазақ-Эстония қарым-қатынасында үлкен маңызға ие, себебі Эстония осы цифрландыру бағытында, жасанды интеллект бағытындағы әлемнің, соның ішінде Еуропаның көшбасшы мемлекеттерінің бірі. 2019 жылы, содан қатар 2022 жылы осы Қазақстан мен Эстония цифрландыру бағытында мынау киберқауіпсіздік және электронды үкімет бағыттары арқылы ынтымақтастыққа қол қойды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен осы Эстонияның жоғарғы интеллект академиясы арасындағы өзара меморандум бар. Бұл меморандумның аясында осы бүгінгі мемлекет басшыларының кездесуінде осы меморандумның одан әрмен қарай жаңа бір кеңістікке, жаңа бір даму қарқынына бет алады деп болжанып отыр. Себебі қазір осы цифрландыру бағытына біздің мемлекетіміз үлкен мән беріп отыр. Сондықтан да алдағы уақытта Қазақ-Эстон қарым-қатынасында цифрландыру мәселесі үлкен бір жаңағы
ынтымақтастықтың негізгі бір бағытына айналады деп болжанып отыр. Бұдан бөлек осы сөзін айта кетейін. Бұдан бөлек осы Қазақ-Эстон қарым-қатынасында жоғары білім беру саласында үлкен маңызға ие. Себебі 2025 жылы 16 Эстония жоғары оқу орнымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл меморандумның аясында осы Эстонияның ілгері алпауыт жаңағы жоғары оқу орындарының ғылыми зерттеу мекемелерінің ғалымдары, профессор оқытушылары қазақстандық жоғары оқу орындарына келіп, академиялық алмасу бағдарламасы аясында өздерінің біліктіліктерін әсіресе цифрландыру бағытында, жасанды интеллект бағытындағы тәжірибелерімен, білімдерімен бөлісуге жол ашып отыр. Осы бағыттарды негізінен атап өтуге болады. Жаңа айтып жатырсыз, цифрландыру жағы өте жақсы дамыған, онымен қатар жаңа әріптесіміз де айтып өтті. Жасанды интеллектке де бұлар өте бір назар аударып жатыр екен. Тіпті балабақшадан, мектептен бастап осы жасанды интеллектті қазір оқып жатыр екен. Енді соған қарағанда екі ел арасында да бұл салада ынтымақтастық беки түсері анық. Жаңа айтып жатырмыз ғой, екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 33 жыл толыпты. Енді осы уақыт аралығында қос мемлекет арасында қандай бір тиімді перспективалары, ынтымақтастық қай салада болды деп ойлайсыз? Ең бір астын сызып атап өтетін мәселе, осы 33 жыл, биыл 33 жыл толып отыр. Қазақ-Эстон қарым-қатынасының дипломатиялық қарым-қатынасын орнағанда, осы жылдар белесінде ең үлкен бір көрсеткішке ие болған сала ол ауыл шаруашылық саласы біріншіден. Екіншіден мынау минералды шикізат ресурстарын жаңағы тасымалдау саласында, әсіресе көмір сияқты, мұнай газ химиясы өндірісі сияқты салаларда біздің осы Қазақ-Эстон қарым-қатынасындағы астын сызып атап өтетін мәселенің негізгілері осы болып табылады. Бұдан бөлек жаңағы осы сөз басында айтып кеттім, ақылды қалалар, цифрлық денсаулық сақтау саласында және де мынау деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша да негізінен бұл жолда жобалар басталған Қазақ-Эстон арасында. Ал енді биылғы жылдан бастап әсіресе бізге осы цифрландыруға үлкен бір стратегиялық көзқарас қалыптасқан кезден бастап бұл осы бүгінге дейінгі атқарылған жұмыстар жаңа бір қарқында, жаңа бір деммен алға қарай қарқын алады деген сенім бар. Жандар мырза, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған саяси сарапшы Жандар Асан. Жалғастырамыз.